Так, нам кип көрсетілсе. Тоже хорошенькая, да? Ана жақтағын көрейші, ұнап қалай да біраз. Очень сансыз. Маған жем тұрған сияқты бәрі. Ну, я болмын. Опростағы сұрақтардың барлығы осы безеуге қатысты. Қараңыздар, бұның барлығы менің уходовый косметикаларым. Қазір мен сіздермен жеке-жеке әрқайсымен бөлісіп өтетін боламын. Негізінде безеу бұл проблема арнайы бір фактордан ғана болмайды. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұның негізгі пайда болу факторы әлі дәлелденбеген. Өйткені жолдары өте көп: тұқым қуалау, одан бөлек ішкі құрылыстардың дұрыс жұмыс істемеуінен, асқазан ішек құрылыстарын, потом одан бөлек гормональный фон деп жатамыз, дұрыс тамақтанбау, тағы не өте көп факторлар. Климат, даже сіз климат ауыстырсаңыз да осы безеумен проблема болуы мүмкін. Қазір енді мен сіздермен өзімнің өткен жолымен кішігірім бөліскім келіп отыр. Қазір мен сіздерге көрсететін күтім бұл тері проблемасы, жирный кожаларға арналған уходовый косметикалар. Қараңыздар, кешке үйге келдіңіз, бетіңізде бояу болса, бірінші очередь міндетті түрде бетіңіздегі бояуды өшіресіз. Ол үшін сізге я болмаса мицеллярная вода, именно осы түрін алатын болсаңыздар, мына жақта мінекей жазылған қараңыздар, для нормальной и комбинированной кожи. Розовый цветі болса, ол бетіңізді наоборот сізді майландырып жібереді. Сол себепті осы көк түсін алып жүремін. Мен гарнир болса жасыл, Nivea болса осы көк түсін аламын. Мына жақта шербет немесе гидрофильный маслоны тоже қолдансаңыз болады. Бірақ шербет маған өзіме жаққан жоқ. Шербеттен кейін менің бетіме бірден безеулер қаптап кетеді. Сол себепті тек қана мицеллярная вода қолданамын. Қыздар, келесі этап бізде бетті умывашкамен жуу. Қараңыздар, түрлері өте көп, бірақ әрқайсына қазір тоқталып өтетін боламын. Мен өзім дәл қазір қолданып жатқан бір доктор Алтеяның пенкасы бетті өте керемет увлажнение береді, және де жуып болғаннан кейін бетіңіз құрғамайды, бір андай жұмсақ болып тұрады. Одан кейін Uriage аптечное средство, то же самое Алтея екеуін мен кейде араластырып жуып тұрамын. Bir күн мынамен болса, bir күн мынамен. Осы екеуі менің күнделікті күтімімде. Ал әрі қарай қараңыздар, Alkleen'нің кемеше бұл бетті қатты құрғатып береді. Сол себепті бұны тек қана аптасына бір рет қана қолдансаңыз болады. Кожасы сухой адамдарға мүлдем қолдануға болмайды. Одан кейін мынау жақта бізде Самбаймидың осындай умывашкасы, бұның да кезінде қолданғанмын, бірақ бұның құрамында БХ кислоттар көп болғаннан кейін бұны көп қолдануға болмайды, тоже бетті кептіріп жібереді, аптасына бір рет. Ал Тони Молидікін мүлдем алуды мен сіздерге кеңес бермеймін, өйткені өте арзан и бет терісіне зиян келтіреді. Келесі этаптарда мұқият тыңдаңыздар, өйткені дұрыс жағып білмесеңіз, бетте күйдіріп алу я болмаса пигмент қалдыру қаупі бар. Қараңыздар, бұл жерде менде таңертеңгі күтім. Таңертең бетті құрғатып жуып алғаннан кейін құрғақ бетке астынан тонер, крем, ешнәрсе жақпайсыз. Paula's Choice'тың құрамында бензол пероксиді бар, лечебный крем. Бұны точечно жағып шығасыз. Қай жеріңізде воспаление, яғни безеу бар, сол жерге нүкте қылып жағып шығасыз жұқа слоймен. Одан кейін міндетті түрде бетіңізге SPF крем жағу керексіз, олсыз далаға шығуға болмайды. Келесі кешке қарай үйге келгеннен кейін қайтадан бетті тазалап болғаннан кейін құрғақ бетке клинзит, мен бұны аптекадан алған болатынмын. Тоже құрғақ бетке точечно жағасыздар. Артынан міндетті түрде увлажняющий крем. Мен доктор Циркулдың осы кремін қолданамын. Бетке ешқандай жирность бермейді, керемет қайта увлажнение береді. Маған өте қатты ұнады. Және де келесі этапты қазір айтамын. Тағы бір айта кететін жайт, қыздар, Paula's Choice пен клинзитті күнде қолдануға болмайды, кожаны тым қатты құрғатып жібереді. Бастапқы уақытта бірінші аптада 2 рет, одан кейін келесі аптадан бастап 3 реттен қолдансаңыз болады. Және де көп қыздардың жіберетін қателігі, кожамыз бізді майлы болып тұрады, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, соны максималды түрде бетті қорғату керек деп ойлаймыз. Менде тура сондай қателіктер болған. Сол себепті мен осы сынды умывалкаларды, яғни бетті қатты қорғататын умывашкаларды өте көп қолданып, кожамды қорғатқан кезде беттегі бізде себум бөлетін процесс 2 есе жұмыс істейді да, и май одан көп бөлініп, бетімізде безеулер сол арқылы шығады. Сол себепті де қыздар, бетіңізді үнемі керісінше увлажнять етіп жүріңіз. Увлажнять ететін крем, увлажнять ететін умывашка, пенка болу керек. Ал мыналарды аптасына 1-2 рет қана қолданған жөн. Және мынау жайлы айтқым келіп жатыр, осыған жете алмай жатырмын. Қазір келесі стористе айтатын боламын, міндетті түрде тыңдаңыздар.
Келесі өнім бұл менің ең қатты жақсы көретін продукциям. Доктор Циркулдың крем эссенция, яғни бұл Paul's Choice пен жаңа клинзитті қолданғаннан кейін арасында күндер болады ғой. Ол сол күндерде мен осыны қолданамын, таңертең және кешке жағамын. Аты айтылып тұрғанда крем эссенция, яғни бұның құрамы өте пробиотиктарға, витаминдерге бай. Кожаға, егер кожаңыздың түсі тусклый болса, кожаңызға әдемі рең береді. Одан бөлек раздраженияларды басады, беттегі увлажнение береді, осветление береді, өте керемет өнім. Және де бұны таңертең қолданғаннан кейін міндетті түрде далаға SPF-касы шықпаймыз. SPF-калар жайлы тағы да толығырақ айтып өтетін боламын. Қыздар, SPF крем бұл бізде жылдың 4 мезгілінде қолданылатын крем. Көп адамдар түсінік, пляжға барғанда сонсыз ештеңе крем жағу керек дейді. Жоқ, бізде жылдың 4 мезгілінде де күн сәулесі бар далада, даже тіпті күн бұлтты болған күннің өзінде де ультрафиолетті цвет, бұл өте сондай бір өткір цвет болғаннан кейін біздің бетімізге пигмент, әжім барлығы түседі күннің сәулесінің арқасында. Сол себепті бетті күннен қорғап жүру керек. Менің SPF кремдарым бұл мен доктор Циркулдікі. Проблемный кожаға арналған. Мынау да тоже доктор Циркул. Проблемный кожаға, я болмаса құрғақ болсын кожаңыз қолдансаңыз болады. Составында зеленый чай бар, яғни успокаивает кожу, я. Ал сангель бұл бағасы примерно бір 2000 теңге дейін тұрады. Бұны желательно қолданбағандарыңыз дұрыс. Айттым ғой бағана. Косметиканың бағасы неғұрлым кішкене болсын, қымбатырақ болса, оның действиесі де өте жақсы болады. Беттегі қара нүктелер неден пайда болады? Ол поралардың кеңеюінен пайда болады. Поралар неден кеңейеді? Бізде ыстық суға бетті жуған кезде поралар кеңейіп кетеді. Одан кейін біз пораны тарылтатын арнайы кремдер жақпағаннан кейін ол ашық күйінше қалып қояды. Ал одан кейін біздің бетімізде қара нүктелер сол жерге жиналады. Қара нүктеден құтылу жолы ол ең бірінші косметологтың көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Чистка лица және де пилинг жасайсыз. Чистка лицада сіздің қара нүктелеріңізді тазалап береді. Одан кейін пилингпен сіздің пораларыңызды кішірейтіп береді. Ары қарай үй жағдайында осы Марокко маскасын жасасаңыз болады аптасына 2-3 рет. Я болмаса мен үшін ең керемет өнім пораны кішірейтуге бар жоғы бір аптаның ішінде маған Бабырдың энзимный пудрасы көмектесті. Және де доктор Джарттың сывороткасы. Осы екеуін қолданып едім, алмастырып бетімдегі поралардың барлығы кішірейіп жоқ болып кетті.